Біздерге ең көп қойылатын сұрақтардың бірі мынандай: намаз оқып тұрған уақытта көптеген ойлар мазалайды дейді. Ой болғанда өте жаман ойлар. Енді не істеймін мен дейді. Намазды тоқтатып, намаздан шығып, намазды қайттан бастайын ба, немесе намазы сондай жаман оймен жалғастыра берейін бе? Егерде сондай жаман оймен жалғастырған уақытта ол жаман ойдың себебімен маған күнә жазылып қалмай ма? Тағы басқа осындай сұрақтар көп қойылады. Енді ұзын сөздің қысқасы сізге бір нәрсе айтайын. Ол ойлар, жаман ой болсын, жақсы ой болсын, намаз оқитын адамдардың көбісінің басынан өтеді ондай нәрсе, өткен. Сол үшін ол тек сізде емес. Ғалымдар айтады, намазда жаман ойлардың келуі сіздің намазыңызды бұзбайды. Егер де өзіңіз намазды бұзатын нәрселерді жасаған болсаңыз ғана намазыңыз бұзылады. Ал жаман ойлар ол намазды бұзбайды. Ол жаман ойлар, ақылыңызға келіп тұрған жаман сөздер, ол сіздікі емес. Ол сіздің сөзіңіз емес, ол сіздің ойыңыз емес. Дәлел қайда? Дәлел мына бір жерде. Себебі сіз намаз оқып тұрған уақытта сол жаман ойлар, сол жаман сөздер ақылыңызға келген уақытта жүрегіңіз мазасызданады. Қабылдағысы келмейді, қарсылық білдіреді, рухыңыз, жаныңыз, ішкі дүниеңіз қиналады. Көрдіңіз ба? Ол сіздің сөзіңіз емес, ол сіздің ойыңызға, ақылыңызға келіп тұрған жаман нәрселер, ол сіздікі емес, ол барлығы шайтаннан. Шайтан сол уасуасты салады, сол жаман сөздерді ақылыңызға салып тұрады, намазыңызды бұзу үшін. Енді намаздан шығып кетпеңіз, оқи беріңіз. Себебі күнә жазылмайды сізге. Шайтанның айтқан жаман сөздері үшін, шайтанның ақылыңызға салған жаман ойлары үшін сізге күнә жазылмайды. Оны сіз айтып тұрған жоқсыз, ойлап тұрған жоқсыз. Сіз оны қабылдағыңыз келмейді. Намаздың ішінде жаман нәрселерді жүрегіңіз қабылдамайды. Сол үшін намазыңызды оқи бересіз, намазыңызды бұзбаңыз. Себебі Алла Тағала қасиетті Құранда Мұхаммед сүресінде былай дейді: Астағизу билля бисмилля ва ла тубтилу аъмалакум. Садақаллахул азим. Бастаған амалдарыңды, яғни ешқандай себепсіз тоқтатпаңдар дейді. Намазды бастадыңыз ба, ешқандай себеп жоқ, бір үзірлі жағдай жоқ. Намазды тоқтатып қоятын болсаңыз, намаздан қайта-қайта кіріп, қайта-қайта шығып, намазды бұзатын болсаңыз, ол күнәлі іс болады. Керісінше оқи беріңіз. Ал жаман ойлар мазалайтын болса, ол сізден емес, ол шайтаннан. Ғалымдар айтады, намаз оқыған уақытта осындай жаман ойлар, немесе тағы басқа ойлар сізді мазалайтын болса, намаз қылып жатқан кезде біліңіз, ол намазыңыз дұрыс, ол намазыңыз қабыл дейді. Себебі шайтан қабыл болып жатқан намазды, дұрыс болып оқылып жатқан намазды бұзғысы келеді. Ал намаз оқыған уақытта ешқандай ой сізді мазаламаса, ол кезде қорықсаңыз болады.